Бірақ шын ғой, рас қой, Қажеке. Өзімізге тиеді ғой, бәрі өзіміздің. Сол отбасыдағы әйелдерімізге де айтар едік. Енді ер адам мен әйел адамға насихат айтып жатыр едік, тақырыбымыз бұрылып кетті ғой. Алланың құдіреті. Әйел адамдар сол күйеуінің мән берсе, бағанағы сөз мынау түгін негізгі бастағанымыз: бірінші жақсылық анаңа, екінші жақсылық анаңа, үшінші жақсылық анаңа, одан кейін төртіншісі әкеңе дейтін. Не үшін бірінші анаңа? Өйткені ол 9 ай сені жатырында көтерген. Не үшін екінші рет анаңа? Өйткені ол өлімге бас тігіп сені дүниеге алып келген. Неге тағы да үшінші рет анаңа? Анаң сені 2 жыл емізіліп, бүкіл өмірін саған арнайды. 2 жыл емізгеннен кейін ары қарай болды деп тастай салмайды. Ары қарай не? Бүкіл өмір бойы саған барын беріп өтеді бұл аналар. Әкелер де жоқ емес қой, бірақ жаңағы негізгі балаға. Рас, бала жыласа әке тұрмайды, ана тұрады ғой. Негізгі мейірімді беретін ана болғандықтан жақсылық анаңа дейді. Жәннат аналардың аяғының астында дейді. Және одан кейін барып әкеңе дейді. Енді қара, осы сөзбен қатайып алып әйелдер, ей, әкелерің адам емес, мен адамын деп жатыр ма? Жоқ. Дана қазақтың әйелдері бар екен. Бір жігіт бала анасынан сұрайды. Жаңа хадисте естігеннен кейін, бірінші жақсылық кімге деген кезінде әкеңе дейді. Екінші жақсылық әкеңе, үшінші жақсылық әкеңе, одан кейін анаңа дейді. Сонда айтады, сіз мен естігенде емес, басқаша айтып жатсыз ғой деген кезінде айтады. Балам, біріншісі сенің дүниеңе келуге Алланың қалауы болады. Екіншісі сол әкеңнің себебімен келгенсің дүниеге. Сол әкеңнің белінен шыққансың. Сол үшін сол адамға бірінші жақсылық жаса дейді. Екіншісі, сен екеуміз осы жылы үйде уайымдамай, дайын тағам, осындай жылы керемет үйде үстімізде әдемі киімдерімізді киіп алып отырмыз. Осының бәрін жасап жатқан ер адамдар осы жақсылыққа бізді жеткізу үшін не дейді? Қанша қатерге басты кетті. Кейбіреулері сол сапарда дүниеден өтіп кетті жатыр. Стройкада, басқада жаңағы ше. Сол бала шағамды асырайын деп жүріп, талай жігіттер көшеде дүниеден өтіп кетіп жатыр. Сол үшін екінші жақсылық әкеңе дейді. Үшінші жақсылық әкеңе дегенім дейді да, ол разы болмаса мен жәннатқа кіре алмаймын дейді. Ал мен жәннатқа кірмесем, сендердің де жағдайларың жақсы емес дейді. Ол разы болмаса сенмен бізге жәннат қиын болып қалады дейді. Бұл қараш қандай дана әйелдер да. Осылай әйелдер, ана әйелдер бас салып кеп күйеуін жамандай бермей, оны жамандағанда саған ешкім оны барып заводтан басқа біреуін істеп әкеп бермейді ғой. Мен мынаны пайдаланайын біраз деп ше. Ол Құдай қосқан қосағың, теңің, сенің теңің. Бол жамандама. Жамандама. Өзің лайықсың соған. Бұл еркекке де әйелге де айтылатын нәрсе. Сол Қажеке не дейді? Әр әйел бағанаға киім құсап өзінің күйеуін жасырып отса, оны әдемі қылып көрсетіп отса, бар жылуын беріп отса, еркектер де мен дей бермей, сол жылуын берсе үйге, отбасыға, дәл жаңағы жақсылық анаңа деген нәрсені ол да бала шағасына солай айтып отса, қызғанбай, мен тұрғанда кім ол деген нәрсе бар ғой. Сен қараш, мынау телефонда аудиозапись деген бар, дұрыс па? Соны қоста, мен тұрғанда сен кімсің, мен тұрғанда кім ол деп баста аудиозаписке. Кейін қайттан қойып тыңдасаң не естисің? Тура сол сөз емес па? Сен балаңа айтшы, кім ол мамам? Мен тұрғанда кім ол? Сен кеткеннен кейін шешесі балаға сол сөз, тура сол сөз қайталап береді. Кім ол? Ол айта береді ол деп ше. Сол үшін, ей, аналарың тыңдаңдар. Бұл аналарың сендерге өмірін қиып, сендер дүниеге алып келген
деп отырсаң бар ғой, сондай естіп отқан әйел, конечно, мен болмағанда не боларың деп айта ма? Жоқ. Ол балдарына керісінше күйеуін мақтайтын болады. Осылай ғой. Біз басында жаңағы бір-біріміз мақтап үйренсек, осылай кетеді. Бір-біріміз жамандап үйрендік па, ол солай кетеді, солай ше. Сол отбасы деген нәрсе сол. Қажеке, үйленіп қойғандарға айтар бірінші жаңағы бірінші жолы. Не болса да осы сенің кент. Өлгеніңше осы сенің пешенеңе жазғаны. Біріншіден өзің таңдап алдың. Екіншіден соған лайықсың. Бірінші жолы осы шыдайсың. Және не істейсің? Енді жолдарын табасың, оның көңілін табудың. Бұл еркекке де әйелге де қатысты. Екінші жолы ажырасасың. Бұл бірақ ең жиіркенішті нәрсе. Ең жиіркенішті нәрсе. Сол, Алла қуат берсін, Алла күнәларымыз кешірсін.